Саламатсыздар, қош келдіңіздер. Бүгін тағы да экосо, қош келдіңіздер деген. Экосо деп. Конничева, саламатсыздар, конничева. Алғы сөздеріңізге рахмет. Аригото гозаймас. Алғы сөздеріңізге рахмет. Бүгінде сол туристерге арналған бір жапон тілінің сабақтарын өтін жалғастырайық. Жапондықтарда бір жақсы бір қасиет барды. Алған ісіңді тастама дейді. Енді осы істі бастадым. Енді сіздердің қолдауларыңызбен осыны тастамай, кішкене мен шабыттанып осыны жасасам деген ойым бар. Мүмкін жасарымыз жақсы сабақ болса, бір 30, ең болмағанда 30 сабақты беріп қойсам деген ойым бар. Сол сабақтарда сіздер кішкене қиналмай жүресіздер. Аригото деген сөз, енді аригото деген рахмет деген сөз. Аригото гозаймас деген оны үлкен адамдарға, солай сыйлы адамдарға айтасыз. Экосо деген қош келдіңіздер. Экосо деп қош келдіңіздер деген айтады. Сосын кірген екен, қош келдіңіздер деп кірес, етесіз, енді не болады? Сіз бір затты алғыңыз келеді. Корея құдасай деп айтасыз. Корея құдасай, ана затты маған бере тұрыңызшы деп солай айтасыз. Корея құдасай, одан егер алыстау жер болса, Сория құдасай деп айтасыз. Сория құдасай. Енді дүкеннің ішіне кіресіз, етесіз ғой. Ал арыста тұрған дүкен болса, Ария құдасай деп сұрайсыз. Ария құдасай, ананы беріңізші деген солай сұрайды. Енді осы Қазақстанның ішінде де жапондық магазин дүкендерге кіріп, олармен солай сөйлесті. Солай өздеріңізді жаттықтыру үшін. Мадене деп солай пока деген, мадене пока деген. Олар сіздің әңгімелесесіз, үйтесіз, бүйтесіз. Егер сіз ол адамдардың сөзін түсінбей қалсаңыздар, егер түсініксіз айтып қалса, окаримасен деп айтыңыз. Окаримасен, түсінбедім дейсіз. Түсінсеңіз, окаримасен деп солай айтасыз. Коре, соре, доре, анау деген сол сөздерді етейік. Ойшидес деген сөз қайталап жүрейік. Ойшидес деген ол дәмді деген. Омешрой деген сөз ол қызықты нәрсені айтады. Омешрой дес. Каймас деген сатып алу. Каймас, кешегі өткен сабақтарымыз. Каймас. Йомимас деген оқу деген сөз. Йомимас. Оташина деген мен деген сөз. Оташина менің атымды солай таныстырады. Оташина Нұрлан дес дейсіз. Оташина Бекжан дес дейсіз. Солай өзіңізді таныстырасыз. Әйел болса, оташина Күләзия дес деп қояды сөйтіп. Солай өзің. Кеше А әрпін өттік, И әрпін өттік, У әрпін өттік, сосын Е әрпін өттік, О әрпін өттік. Бүгін К әрпін өтеміз, Ки әрпін өтеміз, Ку әрпін өтеміз, К әрпін өтеміз, Ко әрпін өтеміз. Солай сөйтіп бес-бестен етеміз. Сосын кішкене әріптерді үйренген кезде кішкене бір жазылған бір нәрсе болса, кішкене болса түсінікті болады. Кез келген ұлт соның тілінде тырысқан жақсы көреді ғой. Мысалы, кейбір имамдар, оларды мешіттер, имамдар, жапондықтар, қандай тамаша. Түркиядан барған жапондық имамдар көп мешіттерінде сондай бір жақсы қасиеттер бар. Сосын олардың сондай ұлтпен егер қазақтар достасып, сендер егер достасып, бір жақсы бір істерді бастап атсаңдар, оны сен қазір бүгін ертең үйрендіңді ететін нәрсе емес қой, тез барып. Сіздерде кітап оқуға деген бір еріншектік, жалқаулық болса, мен сіздерге айтайын ба, қандай кітапты оқу керек. Брайан Трейсидің несін тыңдаңдар, запистерін. Брайан Трейси деген өте ол мықты не ғой, тренер, көптеген оны 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын сол жапондықтар, корейстер шақырады өзінің еліне. Ана үлкен компаниялар банкротқа тұратқан кезде бұл барып лекция оқиды, өте бір тамаша кісі. Өзі мектепті нашар оқып, өзі қазір соның атында университет бар. Брайан Трейси бірнеше кітаптар жазған. Сол кітабын оқыңыздар, кітап оқу сіздерге жеңіл болады. Сосын тағы да бір кітаптарды кейінірек айтамын, қандай кітап оқу керек екенін. Бірін-бірі. Қохи деген, кофе деген сөз, қохи. Қохи, мынау кофе деген қохи дес. Айсу криму мороженое. Айсу криму дес. Бұл мороженое.
Kamera des. Bu kamera. Ашта камера каймас. Каре скидес дейді. Каре деген каре өйткені. Болды. Каре кофе ойши дес. Каре намимас. Каре номимас. Кофе ойши дес. Каре номимас. Кофе дәмді, мен сондықтан ішемін. Өйткені ішемін. Сондай. Суши ойши дес. Каре майничи табемас. Түсіндіңіз ғой? Суши ойши дес. Каре майничи табемас. Майничи деген әр күні деген сөз. Ашта деген ертең деген, кино деген, кеше деген, конбанк дейді, бүгін кешке, мысалы, конбанк. Юмимас деген ол, юмимас деген оқу деген, оқу. Юмимас, номимас деген ішу. Түсіндіңіз ба? Табемас дейді, бірін-бірі ұқсас қой. Юмимас оқу, номимас ішу. Кофе номимас, жуси номимас, табемас, тамақ жу, сушие табемас, юмимас, оқу, хон юмимас, кітап оқу, хон юмимас, нимас, қарау, нимас, теребио нимас, Его омишрой, каре нимас. Кино қызықты, сондықтан көремін деген сөз. Түсініңіздер ғой. Оңай сөздер ғой. Так? Оңай сөздер. Бүгін тағы да бір 5 әріпті қосып қазір жазамыз. Сонымен кішкене де болса, бүгін қандай жаңа сабақ өттік? Каре деген сабақты өттік, өйткені каре. Аригато гозаймас, аригото деген рахмет деген, аригото гозаймас деген тағы бір сөз өттік. Экосо деген қош келдіңіздер деген, матане деген пока деген сөз, матане пока деген сөз. Сумимасен деген бір сөз бар. Сумимасен, кешіріңіз, сумимасен каре қодасай дейсіз, сумимасен каре қодасай, кешіресіз, ананы маған әперіп жібересіз ба дейсіз. Каре, соре, аре. Каре деген қасында жақында отырған жер, соре сәл арғарақ тұрған жер, аре деген алыста отырған жер, мысалы. Дүкенге барсаңыз, бір жерге барсаңыз, соны сұрайсыз ғой. Так? Бұл сөздер сіздерде жатталып қалады деп ойлаймын. Ертерек жатталып қалсын. Мысалы, бүгін өтереміз әріптерді, мысалы, айттық қой. Ка, ки, ку, ке, ко деген 5 әріпті өтеміз. Сол мысалы, ки деген әріптің өзі ағаш деген дереу. Ағашты өсіп тұрған, соны білдіреді. Сонда әріптердің өзінің бір нәрселері бар. Солай жақындап келе береміз. Алла қаласа. Ету үшін бұны қайталап қараңыз. Бюзен, Тони Бюзенді білесіздер ғой? Тони Бюзен деген өте керемет адамның памятын дамытатын адам еді. Оның айтатыны бар, қайталаңыз дейді. Қайталай беріңіз. Тони Бюзеннің кітаптарын алып оқып беріңіздер, егер тіл үйренетін адамдар бәрі соны оқыған дұрыс болады, тезірек етесіздер. Негізі память деген адамның организмін жасартады, еске сақтау қабылды. Бюзенология деген үлкен ғылыми нені жапондықтар жазып шығарды. Бюзенология деп. Бюзен марқұм ана негізі ковид кезде марқұм болып кетті ғой. Ол өте мықты кісі еді, ол өте любой нәрсені бүйтіп жатқа білетін. Оның көптеген кітаптар шықты, сондықтан соны алып оқыңыздар. Сіздер мен біздер осы жапон тілін терең үйренуге тырысайық. Қай тақырыпта керек болатынын жаза беріңіздер, мен сол тақырыптарда сізге тақырып дайындап беруге тырысамын. Қазір тағы бір
құрметті мына оқушылар, мына хирогана әріптерін қараймыз қазір. Катакана, хирогана екеуінде де 46 әріптен бар ғой. Мынау бізде А әрпі. Көріңіздер, А осылай жазылады. Мына И әрпі. Кішкене сөз көзінде болады. И әрпі. Мына У әрпі, кеше өттік. Е әрпі. О әрпі мынау. О әрпі да. Енді мына бүгін К. Осы мына К деп оқылады. Осы К деп оқылады. Көрдіңіз ғой? Мына Ки деп оқылады. Ки. Жапонша ағаш деген сөз. Дереу, ағаш. Ку, мынау ку. Мына К деп жазылады. Мына Ко деп жазылады. Ко. Көрдіңіз ғой? Ко. Міне мынау. Ки ағаш. Нерде? А, О, И. Аой. Аой деген сөз. Аой деген сөз. Жапонша көгілдір. Көгілдір, көк деген. Аой. Мынау. Мынау. Акай. Акай. Акай деген сөз, қызыл деген сөз. Түсіндіңіздер ғой? Қызыл деген сөз. Оки. 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 Үлкен деген сөз, үлкен. Оки. Үлкен деген сөз. Е деген әріп қой, Е. Е деген ол картина, суреттің картинаны. Түсініңіз ғой? Кику. Кику. Кику деген ана розовый цвет. Еки. Еки деген станция. Түсіндіңіздер ғой? Станция. Вот осы әріптерді етеміз. Коку. Коку. Коку деген мынау. Коку. Коку. Коку деген орта мектеп. Коку. Орта мектеп осылай жазылады. Коку. Коку. Түсіндіңіздер ғой? Осыны қайталап қарап отырыңыздар. Так, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көбірек қайталаңыздар, қайта қарап шығыңыздар. Сол қайта шыққанса бәрі естеріңізде қалады, оңай қалады деп ойлаймын. Корея Құдасай деген ол, мысалы, Құдасай деген бізге өте көп қой. Құдаша деген бар, Құрдас деген бар. Коре деген ол өте оңай сөздер. Аригото гозаймас деген тоже оңай сөз. Окаримасен, окаримасен, түсіндім, түсінбедім өзім. Окай деген қызыл деген, аой деген, көгілдір деген, бүкіл сөздер жеңіл сіздерге. Жақсы ойларыңызға қалады деп ойлаймын. Тек қана бірнеше қайталаңыз. Бүгін бірнеше қайталайсыз, сосын ертең де қайталайсыз, 3-4 күннен кейін де қайталайсыз. Ол қалыптаса беру керек қой, бойға қалыптаса беру керек. Ол бір сағатта жаттай алмай қалсаңыз, бұдан кейін жаттай алмайым деп ойлаудың керек жоқ. 5 минутта жаттай алмасаңыз, 5 минутта жаттай алмадым деп ойлаудың керек жоқ. Оқтай-тұста қайталап тұрыңыз, өзі бәрі дұрыс болады. Аман сау болыңыздар.